Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. Мен Ақмола облысы Қорғалжын аудандық сотының төрағасы Данияр Дидарбекұлы Темірханов ағымдағы жылдың 10 маусымында қабылданып, 22 маусымда заңды күшіне енген Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексіне соттар жұмысының заманауи форматтарын ендіру, артық сот рәсімдері мен шығындарын қысқарту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңның халық арасында насихаттау мақсатында сіздердің назарларыңызға бейнеролик ұсынамын. Атап айтқанда, азаматтық процестік кодексінің 27-28 тарауларына енгізілген өзгерістер туралы. 27 тарауда азаматтар мен қоғамдық бірлестіктердің сайлау құқықтарын қорғау туралы арыздар бойынша және 28 тарауда жергілікті атқарушы органдардың азаматтардың алқаби ретінде қылмыстық сот ісін жүргізу қатысу құқықтары бұзатын шешімдеріне дау айту туралы арыздар бойынша іс жүргізу рәсімдері белгіленген. Аталған заңмен бұл тарауларға өзгерістер енгізілмеген. Алайда бұндай өзгерістер 2020 жылдың 29 маусымында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік заңнамасы мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңымен жасалған. Бұл біздің елімізде дәл сол 2020 жылдың 29 маусымында алғашқы рет әкімшілік рәсімдік процестік кодексінің тұсауы кесілгеніне байланысты. Осы заңға сәйкес қолданыстағы азаматтық процестік кодексінің 27 және 28 тараулары алынып тасталып, әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне кіргізілген. Бұл өзгерістер әкімшілік рәсімдік процестік кодексімен бірге 2021 жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі. Сонымен қатар, айта кететін жайт, 10 маусымдағы өзгерістер қолданыстағы азаматтық заңнамаға медиацияны қолдану деңгейін едәуір көтеріп, ресми түрде судьяларға азаматтық істер бойынша тараптарды татуластыруға үлкен мүмкіншілік береді. Бұл деген тараптарға соттың көмегінің арқасында даулы жағдайға қарамастан өзара келісіп, бітімге келуіне және келешекте достық қарым-қатынасына қалуларына ықпал ететіні сөзсіз. Ал қоғамның мүшелері бір-бірімен жақсы араласта болса, еліміздегі ынтымақтастық нығайып, біз үлкен жетістіктерге жететінімізге сенімдімін. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Әрқашанда жақсылықта кездесейік. Сау болыңыздар.